Баршаңызға сәлем, сіздермен Алтын. Бүгін мясо по-тайски асының жасалу жолын көрсетемін. Ол үшін бізге жұмсақ ет қажет болады. Етті ұсақтап, видеода көрсетілгендей турап аламыз. Осы каналымда түрлі рецептермен бөлісемін. Түрлі тәттілердің, тамақтардың, салаттардың. Сондықтан осы видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, тіркеліп алыңыздар. Енді табаға сұйық май құйып, қыздырып алып, етті салып, жоғары отта қуырамыз. Ет қуырылып жатқанда, пиязды ұсақтап турап дайындаймыз. Дайын пиязды шетке алып қоямын. Содан кейін қиярды тураймыз. Қиярды осылай төртке бөліп, ұзынша етіп тураймын. Қызанақты тураймыз. Оны осылай ірі-ірі етіп тураймыз. Барлық көкөністерді турап қойдық, дайын. Содан кейін бір стақан су құямыз. Дәміне қарай тұзын салып, қақпағын жауып қоямын. Еттің суы тартылғаннан кейін пиязды салып араластырамын. Ет пен пиязды жақсылап қуырғаннан кейін болгар бұрышын салып жоғары отта тез-тез қуырып аласыздар. 1-2 минут жетеді. Содан кейін қияр мен қызанақты салып қуырып аламыз. Бұл жерде қызанақтың суы шығып, өте жақсы болады. Барлығын араластырамыз. Қақпағын жауып қоямын 1-2 минутқа. Қиярдың түсі өзгеріп, қызанақтың суы шығып, видеода көрсетілгендей болады. Содан соң 3 ас қасық соя соусын құямыз. Басқа да приправа қоссаңыздар болады, бірақ мен соя соусын тұз қостым. Өте дәмді болып шықты. Болды, біздің тамағымыз дайын. Содан кейін гарнир дайын болғаннан кейін тамақты саламыз. Мен де гарнирге осындай күріш жасадым. Өте дәмді болып шықты. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кеттіңіздер. Ас болсын.